Көп адамдар маған геморройды тек қана хирургиялық емдей ме деген сұрақты қойды, бірақ олай емес. Геморройды емдеудің өте көп жолдары бар. Бүгінгі видеода біз бірге геморрой ауруын талқылайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, бүгін барлық сұрақтарыңызға жауап алатын боласыздар. Геморрой ауруын түсіну үшін біз анатомия пәнін еске алуымыз қажет. Тік ішек анус сфинктер аймағында бітеді. Осы тік ішекте геморроидальды веналар болады. Веналар ол жерде қанмен қамтамасыз етуде, қан айналымды жасап тұруға көмектесетін қан тамырлар. Осы тамырдың ішінде нормада қан қысымы қалыпты болу қажет. Ал егер қан қысымы жоғарылайтын болса, вена тамырларының көлемін арттырып, одан кейін түйінге әкеліп, кейін әр үлкен дәрет шыққаннан кейін ол жерде қанаумен көрініс беретін жағдайға дейін алып барады. Осындай жағдай болмас үшін адам ең бірінші геморройға алып келетін негізгі себептерді түсіну қажет. Негізгі себептер біріншісі бұл тұқым қуалаушылық, яғни әкесінде, анасында болса, ол баласында да болу қаупі жоғары. Бірақ тұқым қуалаушылыққа әсер ететін сырттан факторлар болады. Ең бірінші фактор бұл өмір сүру салты. Адамдар егер көп отыратын болса, қазір таксисттер, пилоттар, менеджерлер, офистік жұмыс істейтін адамдарда ол жерде қан айналымы дұрыс болмайды, отырған сайын жамбас ағзаларында кейін геморроидальдық тамырлардың ісуіне алып келеді. Екіншісі бұл жүктілік. Көп әйелдерде жүктілік кезінде геморроидальдық түйіндердің байқалуы, ол жерден қан кетуі көрініс береді. Үшіншісі іштің қатуы. Адамның іші қатса, ол көбірек дәретханада отырады және көбірек күшенеді. Әр күшейген сайын ол жерде қан тамырларды ісіріп, одан әр қанның кетуіне жағдай жасайды. Кейінгі тағы бірі бұл өте ауыр жұмыс істейтін және өте ауыр жүкті көтеретін адамдар. Грузчиктер, бодибилдер деген қазір жастардың арасында танымал, өзінің денесінен артық салмақты көтеретіндер, әртүрлі темірлерді, соларда геморрой дамып кетуі әбден мүмкін. Одан кейінгісі көп адам бұны істейді, арақ ішеді және де ащы тағамдарды, соленый тағамдарды өте көп жейтіндер. Осындай жағдайда кофе көп ішетіндерде қан тамырларына әсер етіп, геморройға алып келуі әбден мүмкін. Геморройды тек қана хирургиялық емдеу жүргізілмейді, консервативті емі бар. Сатысында жаңағы геморройға алып келетін факторлардың алдын алу болып табылады. Егер науқас бодибилдер болса, оған жұмысын азайтуды сұрайды. Іші қата беретін болса, көбірек сұйықтық іштіріп, сорпаны көбірек іштіріп, немесе ол себебін таппаса, гастроэнтеролог дәрігерге жіберіп емдейді. Екіншісінде латексті лигерлеу деген методикамен жасайды. Ондай методикалардың барлығы ауру сезімі өте аз болады және ол методикадан кейін адамның өмір сүруін ары қарай проблемасыз жалғастыратын болады. Үшінші, төртінші сатысынан бастап хирургиялық араласу басталады. Үшінші сатысында осы түйіндерге барып тұрған артерияларды байлап тастап, дезартеризация деп атайды, сондай операция жасалады. Төртінші сатысында ғана геморроид эктомия, түгелдей геморроидальдық түйіндерді кесіп алып тастау болып табылады. Енді осы пациенттердің дәрігерге бармауына қандай себеп? Біріншісі ұялады. Тік ішек бұл адамның интимдік жері, оны көрсетуге ұялады. Бірақ достар, ұялмаңыздар, дәрігерге адамның құлақ ауруына, көз ауруына геморрой болып жатыр ма, ол бәрібір. Сол себепті ұялмаңыздар. Ұялып ауруын жасыратын болсаңыздар, геморройды дамытып жібересіздер де, төртінші, үшінші сатысына апарсаңыздар, оперативті араласуға қажет етеді. Егер сіздер байқап жүрсеңіздер, яғни түйін байқасаңыздар, әр дефекациядан кейін, үлкен дәреттен кейін қан байқасаңыз, бір тамшы болсын, 10 тамшы болсын, бірден дәрігерге барып шағымдарыңызды айтуларыңыз қажет болады. Бүгінгі видеом пайдалы болды деп ойлаймын, достар. Сіздермен бірге болған Қуанышты медицина, оның жүргізушісі мен Қуанышбек. Барлықтарыңызға пока.